Жоғары қан қысымы, гипертония белгілері қандай? Қан қысымының жоғарылауына қандай себептер алып келеді? Және видеоның соңында емін айтатын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыз. Адам қан қысымының көтерілу себептерін анықтап, тиісінше емделмесе, бұл тонометрдің сынап бағанасы бойынша көрсеткен жай цифрлар емес. Алайда сол сәтте кеш болуы мүмкін. Бұл кеселден жүрек, ми, қан тамырлары, бүйрек жұмысы зардап шегіп, оның асқынуынан адам инфаркт, инсульт алып, тамырларын тромбозы, бүйрек қызметінің жеткіліксіздігіне алып келуі мүмкін. Тонометрдің жоғарғы сынап бағанасы систолалық қысым, ал төменгісі диастолық болып бөлінеді. Онда әрбір адамның қан қысымының систоликалық көрсеткіші 130-дан, ал диастоликалық көрсеткіші 80-90-нан жоғары болмау керек. Өкінішке қарай, бұл ауру ұзақ уақыт бойы